Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін пеште піскен шортанның жасалу жолын көрсетемін. Өте дәмді, керемет, әдемі болып шығады. Ең алдымен тазалап жуылған балықты осылай пышақпен бірнеше жерден тіліп алдым. Себебі шортан өте етті балық, және еті қалың болады, піспей қалуы мүмкін. Балықты жақсылап тұздап, енді іші сыртының барлық жеріне майонезді жағып шықтым. Осы кезде лимон суын қосып жіберуді ұмытпау керек, себебі лимон тағамның дәмін арттырады. Менде дүкеннің арнайы лимон қосылған майонезі болғандықтан лимон қосқан жоқпын. Менде арнайы балыққа арналған дәмдеуіш жоқ екен, сондықтан үйде бар дәмдеуіштерді аз мөлшерден қосып араластырып алып қолдандым. Картопты қатты жұқа қылмай турап, тұздап, сұйық маймен майлап алып, балықтың ішіне салдым. Артынша тәтті бұрышты сақиналап туралған пиязды салып алдым. Балықты екінші бетіне аударып алдым да жақсылап майонезді жағып шығып, ішіне көкөністерді сыйғанынша салдым. Және әдемілік үшін картоптарды осылай қадап қойдым. Менде әлі де көп көкөністер артылып қалды, соны аузына сыйғанынша салып қойдым. Осы аралықта пешімді қыздырып қойдым. 180 градусқа 1 сағатқа пісіріп алам. Бетін осылай фольгамен жаптым, себебі күйіп кетуі мүмкін. Міне менің балығым 1 сағат пеште тұрды. Қазір қалай піскенін көрсетем. Иісі бұрқырап, тәбетті ашып тұр. Осылай бетін фольгамен жабу керек. Сол кезде біздің балығымыз былқылдап, бабымен пісетін болады. Осылай жеке табаққа салып алдым. Мен көп адамға жасап жатқандықтан бұл жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан жарқойды бөлек пісіріп алып, осылай балықтың қасына орналастырдым. Өте әдемі көрінеді, дәмді және керемет болған. Назарларыңызға рахмет, жасап көріңіздер.